Ассалаумалейкум, құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз X Imperia деген тапылканың монетасын крипто биржаға қалай вывод жасау жағын пошаговый видео инструкциямен сіздерге көрсететін боламын. Сол себепті осы видеоға бастамай тұрып лайк, подписка колокольчиктеріңізді басып, және өздеріңіздің достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сонымен достар, өзіміздің X Imperia'мыздағы монетамызды қалай крипто биржаға шығарамыз? Так, сіздерге пошаговый видео инструкция. Ең бірінші осы телеграмға кіреміз, сілтемесін мен осы видеоның описаниясына қалдырып өтем. Кіріп тіркеліп алсаңыздар болады. Одан кейін барып мына жақта жоғарыда бізде меню канал деген бар. Меню каналға басамыз. Мына жақта бізді аударады. Осы жақтан біз топ тапылка деген үстінен басамыз. Постқа өту дегенді бір рет басамыз. Бізді міне аударды. Осы жақтан біз қазір Elon Musk дегенді табамыз. Кішкене төмен түсеміз. Міне Musk Imperia үстінен бір рет басамын. И потом уже ішіне кіретін боламыз. Так, мына жақтан начать. Ал достар, міне біз приложенияға кірдік. Мына жақта маған 132.000 JPS X монетасын берген екен. Негізінде менде одан да көп болу керек, бірақ менде бұл жерде ең астында қарайтын болсаңыздар, осы сарының ішіндегі 345.000 5 NFT заминшін деп тұр. То есть мен NFT алған екенмін. Қазір мен просто есіме түсіп жатыр, мен просто ұмытып қалдым уже алғанымды. И сол кезде мен қателеспесем, там бір тонға комиссия төледім, осы брендке болдым. То есть брендке жасадым схему. И содан кейін маған NFT алынып, в общем, маған NFT берген екен. Так, енді көреміз. Көреміз болғанда қазір біз бұған тоқталмаймыз. NFT-ге себебі NFT бойынша алдағы уақытта 24 қазаннан кейін бір ақпарат шығады деп жатыр. Так, енді бұл жақтан біз төменге түсетін болсақ, 3 крипто биржа бізге выбор таңдауға болады. Бұл OKX, Bybit и Bitget. Негізінде мен осы 3 крипто биржаның да серіктесі болып табыламын. То есть сіздерге максималды скидка и бонус ұсына аламын. Сол себепті егер осы биржаларда сіздерде аккаунттарыңыз болмаса, мен осы видеоның описаниясында қалдырып өтем. Немесе мен Telegram каналымның закрепленный бөлімде осы биржаларға сілтеме бар. Одан кейін бұл жақта бізде Wallet in Telegram деген бар, и тағы да AB Exchange деген бар. Енді басқалар қатты неактивный, басқаларды особо мен өзім қолданбай екем. И мына жақта мен өзім максималды жиі қолданатын бұл әрине Bybit. Өзім жеке Bybit ыңғайлы. Енді сол жерде мен мына жақтан Bybit таңдаймын. Сіздер басқасын таңдасаңыздар болады, ешқандай проблема жоқ. И Telegram Wallet таңдасаңыздар да, бұл жақта менде YouTube арнамда видео инструкция бар. Telegram Wallet-тен қалай шығарамыз крипто биржаға деген сияқты. Мына жақтан біз Bybit дегенге кіреміз. Төмен жақта сізде аккаунт бар ма, жоқ па деп сұрап жатыр. Менде аккаунт Bybit бар. Сол себепті мен аккаунт да дегенді басамын. Мен мына жақтан бізге Bybit UID, X Imperia'сының адресін және мемо жазу керек. Енді біз UID-ны алу үшін Bybit-ке ораламыз. Мына жақтан бізде мысалы главный экраннан сол жақ жоғарыда домалақты басамыз. И мына жақтан UID аламыз. Бұлай үстінен басамыз. Міне скопировать етілді. Одан кейін барып обратно Telegramға кіреміз. Мына жақтан біз ставить дегенді басып тұрамыз да. Сіздерде ставить деген шығады, менде мына жақтан қазір менеджер ап деп тұр. Осыны баса салайын. Одан кейін барып мына жақтан бізде осы X монетасының адресін алу керек. Оны тоже Bybit-ке барамыз. Міне Bybit-ке кірдік главный экраннан. Төменгі оң жақта актив дегенге басамыз. Ең жоғарында бізде депозит деген бар. Соған басамыз. Мына жақтан біз внести криптовалюту деген таңдаймыз астыңғы жақтан. Так, осы жақтан біз поисқа, ең жоғары жақта поисқа былай жазамыз, X деп жазамыз. X деп жаздық. И мына жақтан бізде бірінші орында тұрмауы мүмкін. Сол себепті біз бұл жақтан кішігірім іздейміз. Сәл төмен қарай түсеміз былай. Так, төмен қарай түсеміз. Примерно ортаңғы жақтарда ол болу керек. Міне X деп тұр, X Imperia деп тұр. Үстінен бір рет басамыз. Одан кейін барып тон деген таңдаймыз. Міне бізде мына жақтан OK баса салам. И мына жақтан бізде адрес жақта. Адресті скопировать етеміз. Обратно Telegramға оралып, мына жақтан біз қазір адрес деген жерге қоятын боламыз. Міне адрес деген жерге қойдық. Одан кейін барып бізде мемо сұрап тұр. Мемоны біз тоже астыңғы жақтан бізде. Міне мемоны алу үшін біз бұл жақта tag memo дегенге басамыз. И обратно ораламыз да. Мына жақтан тоже ставить дегенді басамыз. Міне біз қойдық. Біріншісі UID қойдық, одан кейін барып адрес и мемодан қойдық. Сосын қойып болғаннан кейін барып төмен жақта сохранить и выбрать дегенді басамыз. Так, қазір бізде загрузка болып жатыр.
Загрузка бітті вроде. И міне бізде Bybit тіркелді. Достар, тағы да ескерте кететін жағдай, осы монетаны біз 23 қазанға дейін шығару керекпіз. Сол себепті осы видеоны тезірек қарап и тезірек жасауға тырысыңыздар. Егер осы крипто саласын менімен онлайн, индивидуально, бірге-бір онлайн форматта үйренгіңіз келсе, маған жекеме телеграмға наставник деген сөзді жазсаңыздар болады. Сол кезде сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Ал сіздермен болған мен Зия Құлымбет, барлығымызға политика.